Мен қазір ішкі істер департаментіне келдім. Полиция басқармасы бізден Нұрлан Масымов кеткен. Орнында Жасқайрат Қайыров. Әйтеуір Диас Құзайыровты ұрғанын білемін. Қатты ұрды деді. 15 сутка бізде 3 жігітті алып кетті, енді біреуін табанда босатты. А екеуін аш жігіт кетіп бара жатқан полицияға, бесіндегі бұзақылықты көрді олар. Полицияға кетіп бара жатты, көмектесуге халықтық жасайық, көмектесейік деп. Соны полиция жолда тоқтайды, автобуспен айтады: сендер қайда бара жатырсыңдар? Айтады: біз полицияға бара жатырмыз, біздің ұсынысымыз бар. Сосын оларға айтады: отырыңдар, біз апарып тастаймыз. Қарасана, толы автобус толы адамдар. Соны барлығын полицияға, бізде Павлодарда Динамо деген жер бар. Со Динамо деген жерге аппараттар бәріттарын 200 адам, әйтеуір бәріттарын соттап, анда апарып, мында апарып, мені өзімді де соттады. Енді 3-ші күні мен қыр соңынан қалмай жүргенімде мені де соттады. Ол даже атып тастамақшы болды. Оны Бек Данияр, солай қала полиция басқармасы бастығы бұйрық берді деп ойлаймын. Өйткені солай тек қана орысша сөйлеуге. Мен айттым: орысшаларыңа бағынбаймын, қазақша айтыңдар дедім. Атсыңдар, ата беріңдер. Әйтеуір маған 2 рет айтты: сейчас огонь на поражение деді. Сосын: ты сюда еще проникла, сейчас позовем автоматчика. Мінекей осылай істеп отыр Бек Данияр, қала полицияның басшысы. Сол мынау енді фашистік мында полиция деп айта аламын, басқаша мен айта алмаймын. Ойым менің солай. Өйткені қалай адамдарға жайдан жай келіп кездесуге, сөз айтуға келген адамдарды орысша. Мен айттым: қазақшаға мен тек қана бағынамын, орысша бағынбаймын. Мінекей осындай масқара. Жарайды, ол мынандай мәселе. Мен әйтеуір 3 күн, 2 күн звондап, 2-ші күн жүріп ішкі істер департаментіне мында да келдім. Мені тыңдаған жоқ. Әйтеуір сөздің қысқасы, футбол анда-мында істеп, мен ана балаларды шығара алмай жүрмін. Енді мен 3-ші рет барғанымда со Бек Даниярға со атып таста деген не күзетшісі оның анада автомат асынған. Олар өздері мені апарып неге апарып тастады, Динамо деген жерде. Сонда маған айыппұл 91 000 теңге артты. Енді типа митингқа бардың деп, енді мен митингқа бардым, басу айттым, анда барлық сөздерім, неткен шығар, өзім азаматтық бой пікірімді білдірдім, тіл жөнінде айттым. Әйтеуір сөздің қысқасы, нәтижесінде мінекей штраф алдым. Енді жарайды, мен солай штраф алайын, ол қатты маған ренішті де емес, мен осы полицияны білгендіктен. Маған ең реніштісі, ана жастар, со әкімшіліктің есігін сындырмақшы болған, соны көрген жастар келесі күні бара жатады полицияға көмектесуге. Соны полиция алып кетеді, 10 күнге 15 суткаға қамап қояды. Еще ұрат. Мінекей сол. Енді мен келдім, мында отырмын. Қазір бізде міндетін атқарушы Қайыров, Жасқайрат Қайыров, Мен келдім, кетпеймін мұндан. Мұнда әйтеуір не босатсын, не маған дәлелдесін. Жаңағылар преступник, қылмыскер, террорист екеніне тура куәгерлерсіз емес, куәгерлермен емес, мен сенбеймін, олардың подставнойларын болуы мүмкін. Олар маған дәлелдесін, немен, видеолармен дәлелдесін. Олар шынымен террорист болып шықса, мен онда кетем мұндан. Онда мен де террористпін, мен солай ойлап тұрмын. Өйткені о жігіттерді бір шама білем, олар бұзақылыққа шақырмайды. Бұзақылыққа шақыратын жігіттер келесі күні полицияға көмектесеміз деп келмейді. 200-ді бізде циник емес, олар кәдігіскі дұрыс адамдар. Енді осыған байланысты мен ойлаймын былай: полиция әдейі өздері арандатуды істеді. Неге десеңіздер, мына мен сол митингта болдым, сонда тұрғанда менің айтқан немді не по теме деп микрофонды жұлып алып тұрды. А микрофон болды сондай адамдарда. Кім айтып тұрды, мысалы, мен сабырға шақырдым, бірақ та мені тыңдаған ешкім жоқ. Бұлай айтып тұрды: мінекей қазір әкім 25-35 минуттан кейін шықпаса, біз мына бұзып жарып кіреміз деген. Мінекей осындай адамдар. Осындай адамдарды
полиция егер олардың пиғылы дұрыс болса арамыздан алып кетіп со адамдарды қамаушы еді, со адамдарды тергеуші еді. Бірақ та барлығы керісінше болып жатыр. Сондықтан со адамдар мен ойлап тұрмын, білмеймін енді, соған көзім жеткен жоқ, мүмкін ол адамдарды да қамап жатыр. Онда полиция өзі провокация жасаған жоқ. Мүмкін провокация жасап жатыр полиция, ендігәрі сендер шықпағандай деп. Енді орыстар айтады ғой, гайки закручивать етіп жатыр. Енді ол мыңдап шықпай, мен ойлап тұрмын, осыған 100 мыңдап шығуға провокация жасап жатыр. Және де осы іс-шаралармен Қасым-Жомарт Кемелұлы, мен ойымша, олар билікті құлатуға, енді сол арандату жасап жатқан сияқты, мен сөйтіп ойлаймын енді. Сол болу мүмкін ғой. Енді халық енді мыңдап емес, 100 мыңдап шығуға неге сондай әрекет етіп жатқан сияқты. Сол мынаны айтқан мен Бейсенбай Тегеруза, Кереку қаласы.